arkadaşlar, nasılsınız? Сәлем достар, менің есімім Айгерім. Мен Тараз қаласындағы ең мықты колледждардың бірі Қазақ-Түрік колледжінің түлегімін. Университет Астана қаласында Евразия ұлттық университетін тамамдадым. Қазақ-Түрік лицейлерінде жұмыс атқардым. Аудармашылық, түрік тілінен аудармашылық жұмыстар жасаудамын. Енді міне сіздерге де түрікше үйретейін деп арнайы парақшамды аштым. Енді қазіргі таңда білесіздер, бізде супер түрікшеде екі мұғалім, Мадина ханым және мен сіздерге сабақтарды бірге жүргізетін боламыз. Сабақтар қалай өтеді? Сабақтар апта сайын дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі күндері тақырыптық сабақтар өтеміз. Осылай бейсенбі, жұма күндері грамматикалық сабақтар өтесіздер. Сенбі сайын dinleme, тыңдалым сабақтарын өтеміз. Әр жексенбі сайын апталық сабақтардан қорытынды онлайн емтихан тапсырасыздар. Одан кейін әр апта сайын жаңа сөздер, сол апталық сабақтарға байланысты жаңа сөздер сіздерге аудиолармен берілетін болады. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, конумыз ташынма. Ташынма деген көшу деген сөз. Енді осы сабақта кездесетін жаңа сөздер, яғни yeni kelimelerмен танысайық. Yürüyerek, жүріп, konuşa, сөйлей, yapmaya, жасамай, çalışmayarak, жұмыс істемей. Buradan yürüyerek evine gidebilirsin. Бұл жерден жүріп, үйіңе бара аласың. Arkadaşımla yolda konuşa okula geldik. Досыммен жолда сөйлесіп, әңгіме айтып, мектепке келдік. Спор yapmaya kilo aldım. Спортпен айналыспай, өзіме салмақ қосып алдым дейді. Dersine çalışmayarak sınavdan kötü not aldı. Сабағына дайындалмай, емтиханнан жаман баға алды дейді. Енді ары қарай әр тақырып сайын осындай yeni kelimeler және де okuma bölümü. Okuma bölümü. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Қандай бір үй іздеп жатырсыз? Gamze мен Mehmet. Merhaba, ben Gamze. Dükkanınızın жанындaki ev ilanlarını görüp geldim. Сәлем, мен Gamze. Дүкеніңіздің қасындағы үй хабарландыруларын көріп келдім. İlan деген хабарландыру. Merhaba Gamze hanım, yeni bir hayat emlak ofisine hoş geldiniz. Сәлеметсіз бе, Gamze ханым, жаңа бір өмір жылжымайтын мүлік офисіне қош келдіңіз. Ben Mehmet Ali, size nasıl yardımcı olabilirim? Мен Mehmet Ali, sizге қалай көмектесе аламын? İstanbul'da çalışmaya başladım ve acil olarak iş yerime yakın bir ev arıyorum. İstanbul'da жұмыс істей бастадым және де шұғыл түрде өзімнің жұмысыма жақын бір үй іздеп жатырмын. Günlerdir yeni bir ev araya yoruldum. Қанша күн болды жаңа бір үй іздей шаршадым дейді. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Kiralık mı, satılık mı? Қандай бір үй іздеп жүрсіз? Жалға ма, немесе сатып алғанға ма? Kiralık, жалға дейді. Özel bir mevki düşünüyor musunuz? Hangi semtlerde ev arıyorsunuz? Arnayı bir orunda ойлап жүрсіз бе? Қандай аймақтан үй іздеп жүрсіз? Levent'te çalışıyorum. Bu nedenle bu çevrede oturmak istiyorum. Levent'te жұмыс істеймін. Бұл себепке байланысты осы маңайда өмір сүргім келеді. Peki kaç odalı bir ev düşünüyorsunuz? Жақсы, қанша бір бөлмелі үй іздеп жүрсіз? Bir oda, bir salon ya da iki oda, bir salon benim için uygun olabilir. Bir bölme, bir salon немесе екі bölme, bir salon men үшін ыңғайлы болады. Gamze hanım, yalnız mı yoksa ailenizle ya da bir arkadaşınızla mı yaşayacaksınız? Gamze hanım, жалғыз немесе отбасыңызбен немесе bir досыңызбен тұрасыз ба? Bu soruyu soruyorum çünkü biliyorsunuz ki bazı ev sahipleri bekara ev vermemeyi tercih ediyorlar. Bu сұрақты сұрап жатырмын, өйткені білесіз, кейбір үй иелері, bekar деген үйленбеген кісілерге үй бермеуді дұрыс санайды дейді. Ары қарай жалғастырамыз. Evet biliyorum ama ben evli değilim ve henüz İstanbul'da kimseyi tanımıyorum. Bu yüzden ilk zamanlar yalnız yaşayacağım. Bana uygun evlere bakabilirsiniz. Ya білемін, бірақ мен үйленген емеспін. Әлі İstanbul'da ешкімді танымаймын.
Бул себепке байланысты алгачкы убакыттары жалгыз турамын. Осыған қарай маған ыңғайлы үйлерге қарасаңыз болады. Öyleyse sizin için Levent ve çevresinde yalnız yaşamaya uygun, güvenlikli 1+1 ya da 2+1 doğal gazlı evlere bakabiliriz. Peki ev için ne kadar lira düşünüyorsunuz? Olay bolsa siz үшін Levent және соның айналасында жалғыз тұруға ыңғайлы күзетімен бірге бір қосылған бір немесе екі қосылған бір табиғи газбен үйлерге қарай аламыз. Жақсы үй үшін siz қанша лира төлей аласыз? İş yerime ve şehir merkezine yakın bir ev için 1000-1500 Türk civarında bir kira ödeyebilirim. Жұмысыма және де шехир меркези деген орталыққа жақын бір үй үшін 1000-1500 түрк лирасында сол маңайда bir жалға ақы төлей аламын дейді. Evet, şu an size uygun olarak elimde 2 ev var. Ya, dal қазір sizге ыңғайлы қолымда 2 үй бар. Önce bilgisayardan bunları size göstereyim. Алдымен компьютердан бұларды сізге göstereyim, yani көрсетейін деген сөз. Sonra evlere bakarız. Odan keyin үйлерге қарай аламыз. Bu evlerden birinin kirası 1000 lira. Diğerinin lirası 1250 lira. Bireуінің арендасы 1000 lira, екіншісінікі 1250 lira. 1000 liralık evin metrekaresi daha büyük. 1000 liralık үйдің kvadrat metre odan үлкенірек. 1250 kiralık ev ise deniz manzaralıdır ve metro, tramvay, otobüs gibi ulaşım araçlarına daha yakındır. 1200 liralık үйдің айналасы, яғни теңізге көрінісі бар екен, метро, трамвай, автобусқа оңай қолжетімді екен. Bu evden yürüyerek ulaşım araçlarına gidebilirsiniz. Бұл үйден жүріп осы машиналарға, яғни жеткізетін соларға бара аласыз дейді. Evin ulaşım araçlarına yakınlığı benim için çok önemli. Үйдің ulaşım araçları дейді, ол көлік құралдары. Көлік құралдарына жақын болу мен үшін өте маңызды. Bu yüzden bu evle ilgili konuşalım. Сол себепті осы үйге байланысты söyleseyik. İsterseniz ben size daireyi gezdireyim. Böylece daha kolay karar verebilirsiniz. Қаласаңыз мен сізге квартираны аралатайын. Осылайша оңай шешім қабылдай аласыз. Peki, hemen gidelim. Жақсы, қазір барайық дейді.